28 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, қалағаным толықтай орындалмай қалды деп қамықпаңыз. Бүгінгі күні ең бастысы тиянақты болып, әрбір іске жауапкершілікпен қарап, майда детальдардың өзін көзден таса жібермей, мұқият болу. Ал орындай алмаған жоспарларыңыздың қолайлы сәті алдағы уақытта туатын болады. Бұл күні кездесулер мен сөйлесулер көп болуы мүмкін. Сол себепті де таңғы уақыттан бастап бәрін дұрыс жоспарлап, кездесулерге кешікпеуге тырысыңыз. Торпақ, қиында күрделі істерді атқаруға болады. Бүгінгі күні логикаңызда, барлық қабілеттеріңізде жоғары деңгейде байқалады. Тек қаржыға қатысты жерлерде сақ болуыңыз керек. Еш ойланбастан, үлкен көлемдегі қаржыны болмаш нәрсеге құйып, немесе жаратып жіберуіңіз ықтимал. Ұзақ көріспеген достармен көрісіп, кешкі уақытта жақсы әсер сыйлайтын мәнде де жайлы отырыстарға баруға болады. Егіздер, күннің басында өзіңіз күтпеген жағымды оқиға орын алуы мүмкін. Бұған дейін жоспарлап қойған шаруаларыңызды ауыстыруыңыз да ғажап емес. Алайда, бұл күні бастаған жаңа шаруаларды жарты жолда тастап кетуге болмайды. Себебі, алдағы күндер оның жауапкершілігі артып, бірнеше есе күш жұмсауға тура келмек. Ал түстен кейінгі уақыт романтика үшін қолайлы. Жағымды тосын сыйлар, ерекше әсерлер байқалады. Өзіңіз бағалайтын адамнан жақсы хабар жетуі мүмкін. Шаян, пайдалы, табыс түсіретін, алайда қиын шаруаларға көбірек көңіл бөліңіз. Бүгінгі күні қалаған нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік зор. Алдағы уақытта жақсы серіктеске айналатын жаңа таныстардың да көмегі тимек. Бұл күні кесте бойынша жүру қиындау болады. Бәрін үлгеру үшін асығып, кейде қосымша күш, қолдау қажет болмақ. Бастысы, бәрін дұрыс жоспарлап, кей жерлерде бөгеліп қалмауға тырысыңыз. Арыстан, түсініп болмайтын шиеленістер, мазасыздық тудыратын жайттар орын алуы мүмкін. Алайда, сіз күтпеген оқиғаларда орын алып, жоспарыңызға ықпал етеді. Қиын жағдайда қалған жақындарыңызға көмек беріп, өз шаруаларыңызды сырыпта қоясыз. Дей тұрғанмен де, өзіңіз қалаған нәтижелерге міндетті түрде жете аласыз. Көпшілік ортада болсаңыз, өзгелерге жақсы әсер қалдырып, ауруыңызды жағымды етуге тырысыңыз. Бәлкім, алдағы уақытта мықты серіктестеріңізге айналатын жандарды бүгін кезіктіріп қаларсыз. Бикеш, не жағдай орын алса да, ойлағаныңыздан бас тартпай, сіздің ойыңызды бөлетін, бәрін тастап, бос нәрсемен айналысуға итермелейтін дүниелерді бүгінше елемеуге тырыссаңыз. Қазір сіз үлкен жетістіктерге жету жолында ізденісте жүрсіз. Кейбір кештер ұзақ уақыт сәтсіздікке ұшырап, қолынан келмеген шаруаларды бүгін ойдағыдай атқарып шыға алады. Айналаңыздағылар өте пайдалы кеңестермен бөліседі. Олардың сөздерін мұқият тыңдап, ой елегінен өткізіп, қажетін түртіп алуды ұмытпаңыз. Таразы, өзгелердің жасаған қателіктерін түзетіп, бірнеше шаруаны қатар атқарып, сәл мазасыздау күнді өткізуіңіз мүмкін. Сәттілікке жету үшін интуицияңыздың үніне құлақ түріңіз. Мықты идеяларыңыз пайда болса, оны ескі таныстарыңыздың көмегімен жүзеге асыра аласыз. Тосын сыйлар мен кішігірім ақшалай сыйақылар түсуі мүмкін. Бірақ, бүгінгі күн үлкен сауда-саттық үшін аса қолайлы емес. Саршаян, бұрындары келісілген келісімдерді бұзбауға тырысыңыз. Жағдайлар сіз күткендей болмай, кейбір берген уәдеңізді орындай алмаймын деген ой туындауы мүмкін. Алайда не жағдай орын алса да, өз сезіңізде тұрып, уәдені орындамау абыройға сын екенін ұмытпаңыз. Жақсылап ойлансаңыз, кез келген жағдайдан шығар жол бар. Кішігірім сауда-саттық жасауға болады. Жеке өміріңізде жақсы өзгерістер басталып келе жатқандай. Жаңа таныс адамдарды бірден түсініп, олармен алдағы уақытта жақсы жобаларды атқарып шығуға болатынын байқайсыз. Мерген, айналаңыздағылардың белсенді әрекеттері сізді жиі мазалап, тіпті сіздің шаруаларыңызға қызығушылық танытуы сізді мазасыз, қызбаланшақ етуі мүмкін. Кей адамдар сізден тікелей көмек сұрап, біраз уақытыңызды да алуға ғажап емес. Ең бастысы өзіңіздің маңызды шаруаларыңызды естен шығармай, уақыт жағын дұрыс реттей біліңіз. Кешке қарай ескі таныстарыңызбен күтпеген жерден кезігіп қалып, олардың тарапынан ерекше ұсыныстар алуыңыз мүмкін. Тәуешкі, не жағдай орын алса да, мазасызданбауға күш салғаныңыз жөн. Қиындықтар қанша жерден күрделі, әрі шешу мүмкін еместей көрінгенмен, сіз кез келген мәселенің шешімін тауып, тығырықтан шығар жолды таба білесіз. Жұмысыңызға, жобаңызға қатысты жағымды хабарлар түсуі мүмкін. Жаңа таныс адамдарға мұқият болу қажет. Кейбірі сіздің көңіліңізді жаулау үшін рөл ойнап жүрген сыңайлы. Қолдау қажет болған жағдайда ең жақын адамдарыңызға жүгінген жөн.
олар әрдайым жаныңыздан табылып, қолдан келгенді жасайды. Су қойғыш, бүгінгі күн қай жағынан болса да сәтті өтеді. Сіздің жеткен жетістіктеріңіз айналаңыздағылардың көз алдында. Қызықты ұсыныстар түссе, жақсылап ойланып, таразылауды ұмытпаңыз. Сізге бірталай пайдалы кеңестер берген адамдармен жолығып, сөйлесудің орай түссе міндетті түрде кездесуге тырысыңыз. Қателіктер жіберуден сақтап, дұрыс жол сілтейтін адамдар әрқашанда қажет. Кейбір су қойғыштардың аса үміт артпаған кездесулері ойдағыдай өтеді. Ұзақ уақытқа созылған сөз таластар да дәл бүгінгі күн аяқталуы ғажап емес. Балықтар, күннің басында аса бір маңызды оқиғалар орын алмаса да, бұл уақыт сізді қуантады. Жағымды кездесулер, қызықты сөйлесулер, сыйлықтар мен тосын сыйларда болуы мүмкін. Серіктестердің қолдауына ие болып, өзіңізге біршама сенімдірек бола түсесіз. Күннің екінші жартысында жағымды өзгерістер энергиясы одан сайын арта түседі. Тығырыққа тіреліп, қиналып жүрген жандар жақсы хабар алып, қолдауларға ие болады. Жоспарларыңызды қалай жүзеге асыру керектігі де түсінікті бола бастайды. Алдағы уақытта табысты болатын ұсыныстар да дәл осы күні түсуі ғажап емес.